Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адал дос пен амал дос. Бүгінгі сабақта мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның аяқталуын болжайсыз. Есімше туралы мәлімет аласыз. Дос ажарың, жолдас базарың дейтін жақсы сөз бар қазақта. Дос кез келген адам баласының қасынан табылатын, қиындықта да, қуанышта бірге болатын сенімді серік. Оқушылар, олай болса, ой түрткі сұрағына жауап берейік. Адал дос пен амал дос дегенді қалай түсінесіз? Адал дос деп қандай қасиетіне қарап бағалар едіңіздер? Оқушылар, сұрақтарға жауап беріп болсаңыздар, өз жауаптарыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Ел аузында сен маған досыңды көрсет, мен саған кім екенімді айтамын деген қанатты сөз бар. Өзімізше өмірімізді сәттерін бейнелеп, достықты екіге бөлеміз. Адал дос және амал дос. Адал дос жаныңнан табылады, амал дос малыңның жанынан табылады деген сөз бар. Әрқашанда өтірік айтып, ішіндегісін жасырып, тек керек кезде табылатын, сатып кететін досты амал дос дейміз. Адал дос қуаныш қайғыңды бірге бөлісетін, уәдесіне берік, ең жақын адамың. Оқушылар, енді тапсырмаларды орындайық. Мәтінді мұқият тыңдап, оқиғаның аяқталуын болжаңыз. Дүниедегі ең ұлы сезімдердің бірі достық. Әр адам дүниеге келгеннен кейін, ес білгеннен ақ жан дүниесіндегі сырын, мұң шерін тарқатып, қуанышы мен қайғысын бөлісетін дос іздейді. Қандай да бір қиындыққа тап болсаң, оны досыңмен бөлісіп, досыңның ақылын тыңдап, шешім таба аласың. Менің ойымша, басқаға жақсы адал дос болу үшін ең алдымен түсінік адамды тыңдай білу, ақыл бере білу қабілеті жоғары болуы тиіс. Адал дос саған қашанда сенетін, жағдайыңды білетін, көңілін қалдырмайтын нағыз дос. Дос табу оңай, оны сақтау одан да қиын. Достық қатынасқа нәзіктікпен қарап, берік сақтау керек. Өйткені ол баптауды қажет ететін нәзік өсімдік сияқты. Ертеректе ел ішінде Әйтімбет деген шешен кісі болыпты. Бірде замандастар шешеннен достық нешеу деп сұрапты. Оқушылар, қалай ойлайсыздар? Әйтімбет шешен не деп жауап берді? Өз жауаптарыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Сонда Әйтімбет шешен, достықтың екі түрі болады. Бірі адал достық, екіншісі амал достық дейді. Дұрыс-ақ екен, енді оларды қалай ажыратамыз? Сонда шешен былай деп жауап берді. Адал достық өмірлік нұсқа, амал достықтың өрісі қысқа деп жауап берді. Енді мәтінде берілген тапсырмаларды оқушылар, енді тапсырмалар орындайық. Біз мәтінді болжап, мазмұнын толық түсіндік. Енді мәтінде берілген ақпаратты негізге ала отырып, сұрақтарға жауап беріңіз. Адал достық пен амал достықтың арасын қалай ажыратуға болады? Досыңның жаман не жақсы екен қайдан, неден білуге болады? Достықтың өміріңде алатын орны қандай? Оқушылар, өз жауаптарыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Бірінші сұрақтың жауабы. Нағыз достық кісіге шабыт беріп, өмірде кездесетін түрлі сәтсіздіктерге мойымауға, басқа түскен қайғы қиыншылықтарды бірге көтеруге көмектеседі. Екінші сұрақтың жауабы. Жақсымен дос болсаң, алдыңнан шығар елпектеп, жаманмен дос болсаң, сыртыңнан жүрер есептеп. Үшінші сұрақтың жауабы. Достық өмір үшін ең қажетті нәрсе. Өйткені ешкім ешқашанда барлық басқа игілікке түгел ие болып тұрса да, доссыз өмірдің бос екендігі белгілі. Оқушылар,
Мәтінде берілген ақпараттарды негізге ала отырып, сұрақтарға жауап бердік. Енді есімше туралы мәлімет алайық. Есімше бірде есім сөздердің, бірде етістіктің қызметін атқаратын етістіктің түрі. Есімше есім сөздерше түрленіп, септеліп, тәуелделіп, көптеліп, есім қызметін атқарады. Есімше жіктеліп, етістіктің қызметін атқарады. Есімшенің жұрнақтары: ған, ген, қан, кен. Жазған, көрген, айтқан, өткен. Ар, ер, ры, сы. Жазар, берер, сөйлесер, айтпас, бермес. Атын, етін, итін, үйтін. Қалатын, көретін, тілейтін. Мақ, мек, бақ, бек, пақ, пек. Тыңдамақ, естімек, қайтпақ, кетпек, жазбақ, кезбек. Оқушылар, есімше туралы мәлімет алып болсақ, келесі тапсырманы орындайық. Мәтіннен есімше қатысқан сөйлемдерді теріп жазыңыздар. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Адал дос саған әрқашан сенетін, жағдайын білетін, көңіліңді қалдырмайтын нағыз дос. Бұл бірінші сөйлемде сенетін, білетін, қалдырмайтын деген сөздер есімше болып тұр. Мұндағы есімшенің жұрнақтары етін, және итін. Оқушылар, олай болса, келесі тапсырманы орындайық. Берілген сөздерге есімшенің жұрнақтарын жалғап жазыңыз. Бар, қара, оқы, оқыма, өз, қал. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Барар, бармақ, барған, қарайтын, қараған, қарар. Оқыған, оқымас, оқымақ. Өсер, өскен, өспек. Қалған, қалатын, және тағы басқа. Оқушылар, енді 5-ші тапсырманы орындайық. Өз ойыңызды қорытындылап, 4 сөйлем арқылы жазыңыз. Бірінші, өз ойыңызды қорытындылаған түйінді ойыңызды жазасыз. Екінші, пікіріңізді дәлелдейсіз. Үшінші, өмірмен байланыстырасыз. Төртінші, қорытындылайсыз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, өз жауаптарыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Бірінші, өзің қорытындылаған түйінді ойыңызды жазыңыз. Достық, ізгі ниетті адамдардың бір-біріне тек жақсылық жасауға, серіктесіп, ниет қосып, іс-әрекетке ортақтасуы. Пікіріңізді дәлелдеңіз. Жаны таза, жүзі жылы, жөні түзу, ақылды, парасатты болу нағыз достықтың белгісі. Өмірмен байланыстырыңыз. Қазіргі кезде жаман достар ғана тастап кетпейді. Көп жағдайда жаман кісінің өзі жақсының қадіріне жетпей, жалғыз қалады. Қорытындылаңыз. Достасу, серік табу адамның бақытына бақыт қосады. Оқушылар, осымен сабағымызды қорытындылайық. Мәтін үзінділерін тыңдап отырып, оқиғаның аяқталуын болжап, есімше туралы мәлімет алдыңыздар. Оқушылар, осымен сабағымызды аяқтаймыз. Келесі сабақта жүздескенше.